Ей! Ха! Ей! Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін 10 тамыз 2024 жыл. Бұйыртса қораға, бордақаға бұқаларды кіргіздік. Қанша жасар? Дөнен бұқалар. Дөнен бұқалар. Нұрбек. Мүнке 4-те енді бір 6 айдай тұрады. Қазірге кішкене жем мен тұз беріп қойдық. Күнделікті салып отырамыз. Бұйыртса 2 тоқал бұқа, 2 мүйізді бұқадан. Ең жандысы бәрін қорқытып, бәрі қорқады. Шөуді күн сайын түсіріп отырамыз енді, құрметті достар. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Мүнке қора. Агрокәсіп каналынан да көрген шығарсыздар қораның бордақылап жүргенін. Мына бұқа жата жемей жатыр. Бірінші езгіріп. Не басы сыймай ма, или жемей тұр жата. Мына бұқадан қорқып тұрма. Сондай бір демесі бар. Елдікіне жармасады. Жемей жатыр. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Жақында жейді өтті. Алдына ақырға келетін болсақ, мана жағы өтіліп кетті бет алдында. Соны бұзып, цементтің молда араластырып құйдық. Мүнке осынандай жынжырлар жасап, айналсоқ жасап, барлығына. Айтпесе үлкен бұқалар, өздеріңіз білесіздер, өзіп жібереді барлығын. Дөнен бұқалар оңай емес енді. Қандай немен байлап мүнке. Бомбпен қақпал орнына мынандай тауып алдық. Базардан бәрін құйып, бұйыртса енді тұрады бұлар. Мына бұқаның мүйізі ұзын екен енді. Оны қайтсе болады, кесіп тастауға бола ма, или қайтсе болады, сол жағынан комментарияға жазып кетсеңіздер дұрыс болады енді. Бұлардың бәрін әрең таптық, тентіреп жүріп, жан жаққа лағып кеткен сиырдың артынан. Түгендеп бүгін кіргіздік бұйыртса. Мүнке осылайдан бұқаларға флягмен су тасимыз. Базы ар жақта қалды. Кішігірім арықтан су алып. Бұл су аққардың басынан келеді. Әңгімесі өп қой, құрметті достар. Осылай күн сайын тасып жүреміз енді. Бұқаларымыз су ішсін деп. Каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер, құрметті достар. Мүнке мынандай бер табақ деген бәлекет қосып отырмыз әйтеуір. Жемге араластырып. Салма қосып өткен екен ғой. Арпа. Және де бидай араластырып. Каждайына осындай 4 литрлік шелекпен алып береміз. Көрішке жем 50 грамм бен табак. 100 грамм. 100 грамм бана. Ана 50 грамм ма? 100 грамм деген мынандай болмайын. Және де арпа. Араластырып береміз. Мүнке әрқайсына жемдерін беріп қойдық.
Енді күн сайын таңертең кешке осындай нормамен жеп отырады бұйыртса. Енді бір 3 айдан кейін ба 4 айдан кейін көресіздер. Құрметті достар, каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар.